Мен боламын келербай, әкем менің түгелбай, қылышымды суырсам, өлтіре берем тоқтамай, деп 2 апта бұрын мен видеоны бастағым келген. Дегенмен менің дербес, бірақ шын мәнісінде тәуелді компьютерімнің істен шығуына байланысты видео жасауды біраз уақытқа шегеруге тура келді, бірақ дәл қазіргі уақытта бәрі дұрысталды, сол үшін бастайық. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және мен бүгін сіздерге Наруто әлеміндегі ең мықты рэп орындаушысы Killer Bee жайлы айтатын боламын. Ал кеттік онда. Бала күнінде Райкаге және Додайбиді басқа адамдармен бірге Эйге әріптес болу үшін әдейі таңдап алады. Таңдап алынған адамдардың ішінен ол Эймен бірге Райтон Рариатто нинджутсусын сәтті орындаған жалғыз адам болып шықты. Сол сәтте Биге Би есімі беріліп, енді Эй және Би бауыр атанды. Ал 5 жасында Би Матоидің ең жақын досы болған еді. Дегенмен Эйдің туысы Хачибиді дұрыс басқара алмай, Матоидің әкесін абайсызда өлтіріп қояды. Жаңа Джинчурики Би атанады, және сол сәттен бастап ауыл адамдары оған басқа көзқарас таныта бастайды. Бірақ соған қарамастан Би өз мейірімділігін жоғалтпай, барлық адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуға ұмтылды. Және бір жағынан ол Райкаге атанған ағасы Эйдің намысын таптатпау үшін де солай жасады. Әкесінен айырылған Матои болса, Биді өлтіруге шешім қабылдайды. Матоидің ойынша, егер Би өлсе, онда Хачиби де өліп, оның кегі орындалар еді. Бірақ Би өзіне шабуыл жасаған Матоидің бетін оңай қайтарып, өзі оған еш зақым келтірмеді. Өз досын өлтіргісі келгеніне қатты ұялған Матои кейінгі 30 жыл бойы Бимен мүлде сөйлеспей қояды. Біраз уақыт өткен соң өз ағасымен бірге Найзағай елінің аралдарының бірінде жаттығып жүрген Би шындық сарқырамасын тауып алады. Сол сарқырама арқылы ол Гюкиді аз уақыттың ішінде бақылауда ұстап үйренді. Артынан Би Эймен бірге Намиказы Минатомен кішігірім қақтығысқа түседі. Сол шайқаста Минато Бидің қабілеттерін мақтап, болашақта ол мықты кісі өлтіруші болатынын айтады, және сол сәттен бастап Биді басқалар Killer Bee деп атай бастады. Эй Райкаге мәртебесін алған соң ол Биге ауылды тастап кетуге және Гюкидің чакрасын қолдануға тыйым салды. Дегенмен Каноха мен Сунаның бірге чунин тестін өткізетінін естіп қалған Би сол жерден өз рэпінің фанаттарын іздеу үшін Сунаға аттанбақ болады. Алайда Райкагенің бұйрығы бойынша оны Даруи және Ши тоқтатқан болатын. Осы жайттардың барлығы Наруто Шиппуденнің кейінгі серияларында көрсетілген еді. Ал Killer Bee алғаш рет Шиппуденнің 142 эпизодында көрсетілді, және сол серияда Саске бастаған Акацкидің қарамағындағы Така тобы Killer Beeді шабуылдың астына алып, оны Акацкиге ұстап әкелгісі келді. Шабуылды бірден Суигетсу бастаған еді. Сол кезде Killer Bee «Есімім менің Killer Bee, төмпеш десем аямай қаласың сен үлгірмей» деп өзі де шабуыл жасауға кірісіп кетті. Артынан Саске мен Джугоды шайқасқа араласып кетеді. Сонда Killer Bee «Джуго деген ірі бар, жүрегінде түгі бар, шайқасқа түсті аңдамай, өлетіндей түрі бар» деп Саске екеуінің бетін қайтарып тастайды. Ал Карин жаралы Саскені емдеп жатқан сәтте Killer Bee «Саске балам әрі қаш, Карин қалсын жалаңаш» деген сөздерді де айтуды жөн санады. Ал Саске Аматерасу қолданған сәтте Killer Bee өз денесін екіге бөліп, солайша өлімнен аман қалды. Алайда бұл жайт тек кейінгі эпизодтарда ғана белгілі болды. Осы шайқаста жеңімпаз болмағанымен менің ойымша шайқас әрі қарай жалғасса Killer Bee Саскені өлтірер еді. Себебі Саске ол кезде әлі тіпті Сусаноды ашпаған еді. Және бір жағынан бұл шайқаста екі жақта жеңіске жетті десек те болады. Себебі Саске Акацкиге Хачибидің чакрасын алып келді, ал Killer Bee өлімнен қашып құтыла алды. Динамика, масштаб, эстетика, нинджутсулар мен кейбір әдіс-тәсілдер, Така тобының бір-бірін қорғауға ұмтылуы және тағы да басқа жайттарда осы шайқасты өте әдемі әрі қызықты шайқасқа айналдырды.
Кумогакуре назарынан біраз уақытқа тыс қалған би өзінің өнер жолындағы ұстазы Сабу деген кісіге аттанып, соның қарамағында өз өнерін шыңдауды жалғастырады. Алайда оларға Акацки мүшесі Хашигаки Кисама кедергі жасап, би Сабу және Кисама шайқасқа түседі. Кисама биді әлсіретіп үлгереді. Дегенмен Хачи бидің чакрасын Кисамынікінен артық көрген Самихады Кисамыны сатып кетіп, биге өз чакрасын бере бастайды. Ал Кисамы биді өлтірмек болған сәтте би және Райкаги Райтон Рариатто арқылы Кисаманың басын шауып алады. Бұл жайттар 5 каге жиналысынан кейін орын алған соң, Райкаги тобы оларды орман ішінен байқап қалған еді. Кейінірек барлығы бұлт ауылына қайтып оралады, ал киллер би Самихаданы өзіне олжа ретінде қалдырады. Бірақ Кисама шын мәнісінде өлмей, ол Самихаданың ішіне жасырынып алған еді, ал оның түпкі мақсаты Шинобилер альянсы жайлы ақпарат жинау еді. 4-ші әлемдік Шинобилер соғысы басталмай тұрып, киллер би басқа шинобилермен бірге Шимагами аралына аттанады. Сол жерде ол Нарутоны үлкен кальмардан құтқарып қалады. Наруто бидан оған өз биджуын бақылауды үйретуін сұрағанымен би екі себеп бойынша одан бас тартады. Біріншіден, би Нарутоның жүрегінен жаманшылықты сезсе, екіншіден, Наруто бидің рэпі жайлы жаман сөздер айтқан еді. Артынан би кальмардан Матоиды да құтқарып, екеуі енді қайтадан достасады. Екі достың қайтадан қауышқанын көрген Наруто өз кегін жеңеді, және би оны өз биджуын бақылауды ұстауды үйрету үшін оны шындық сарқырамасына алып келеді. Наруто өз ішкі әлемінде Кьюбимен шайқасқа түседі, және би оған сол шайқаста кішкене көмек те беріп үлгерді. Айта кететін жайт, сол шайқаста Наруто өз анасы Кушинамен де кездеседі. Дегенмен бұл басқа видеода тоқталатын тақырып сияқты. Ал өз биджуын жеңген Наруто енді 9 құйрықтың күшін иеленіп, ол енді сол күш арқылы мықты сенсорға айналды. Мен Наруто мықты сенсорға айналды деп бекер айтқан жоқпын. Себебі сол сенсорлық қабілет арқылы Наруто бидің қылышының ішіне жасырылған Кисаманы сезіп қояды. Аралда үлкен төбелес орын алып, 7 қақпа ашқан Майтоғай Кисаманың тұмсығын бұзады. Кисама аралдағы шинобилердің қолына түсіп, олар оның миынан Акацки құпияларын ашқысы келген уақытта Кисама өз-өзін өлтіріп, Акацки құпияларын өзімен бірге о дүниеге алып кетті. Артынан би Нарутоның көңілін аулап, сол арқылы Наруто соғыс жайлы ештеңе біліп қоймады. Ал аралдағы басқа шинобилер басқа Акацки мүшелерінің шабуылдарын тойтарумен болды. Наруто соғыс жайлы ештеңе біліп қоймауы үшін би тағы да Нарутоның көңілін аулап, ол оған енді биджу күшін тиімді пайдалануды және биджу чакрасынан қолдарды жасауды үйрете бастады. Сонан соң Наруто биджудама жасауды үйренбек болды, бірақ Нарутомен бірге жұмыс жасағысы келмеген Кураманың кесірінен биджудама жайлы ұмытуға тура келді. Оның орнына Наруто Курамамотты өзінің нинджутсуларымен үйлестіре бастады, және сол кезде Наруто Кураманың чакрасын басқа алыс жерлерден сезіп қояды. Би оған бұл сенің чакраны дұрыс жинақтамағаныңнан туындаған қателік деп оны алдағысы келгенімен Наруто сыртта бірдеңе болып жатқанын іші сезеді. Төкеңнің үйіне сұранған Наруто ұзақ уақыт бойы дайындықты жалғастыруға келмей қояды. Артынан би Ируканы көріп, одан Наруто жайлы сұрайды. Ирука Наруто соғысқа кеткенін айтып, одан өз шәкіртіне қамқор болуын өтінеді. Би Нарутоға сенім артып, онымен бірге соғысқа аттануды көздейді. Алайда Гюки биға қарсы шығады, бірақ әрине би оны көндіре алды. Нарутоны тапқан би Нарутомен өз-өзін қалпына келтіре алатын барьерді бұзып, соғыс майданына қарай жолға шығады. Дегенмен оларды тағы бір емес, 2 кедергі күтіп тұрды. Олар 2 бірдей Каге мәртебесінің иелері Шымыр Райкаге және Сүтті Цунаде еді. Би Цунаденің көздері әдемі екенін алға тартады. Содан кейін келіп бір қызға тиістім, аузы сасыды, маған кетпеді, бар арманым ойымдағы оған жетпеді. Бірақ Цунаде және Эй оларды соғысқа жібермейтінін сөз етеді. Би Нарутоны Акацкиден қорғаймын десе де, Эй оның бұл сөздерін назарын әлмеді. Ал егер жібермесеңдер күш қолданамын деген Нарутоны Эй тіпті өлтіруден де тайынбады. Би Нарутоның алдына шығып, егер Эй Нарутоны өлтіргісі келсе, ең алдымен биден бастау керек екенін айтып, екеуі, яғни Би мен Эй
бір-біріне қарсы Райтон Рариатто қолданады. Би жеңіске жеткенімен Райтон чакра модының толық нұсқасын ашып Нарутоны шабуылдайды. Дегенмен Наруто соққыдан сытылып алға қарай жүгіріп кетеді. Нарутоның жылдамдығы мен реакциясына таңғалған оларды соңынан қууды дұрыс санамады. Осылайша екі Джинчурики енді шынымен соғыс алаңына аттанды. Жолда олар бұл ауылының шинобиі F-тің отрядымен кездесіп қалады, бірақ олардың сөздерін тыңдап бітпей жатып, Наруто оларды шабуылдың астына алады. Мұның себебі F-тің отрядының кейпіне ақ Зетсу еніп алған еді, және содан кейін Наруто мен Би тағы бір бұл ауылының өкілі Магнитті Тороиды тоқтатады. Келесі кезекте оларды Итачи мен Нагатодан тұратын өте мықты дуэт күтіп тұрды. Итачи мен Нагато Киллер Би мен Нарутоға қарсы шайқасқа түсіп, Шисуидің көздері арқылы Итачи Эдо Тенсей шырмауынан босап шығады. Артынан олар авторлардың көмегімен әзер дегенде Нагатоны жеңе алды. Наруто өз клондары арқылы басқа соғыс майдандарына жетіп үлгереді. Мысалы, оның клоны қайта тірілген 3-ші Райкагеге қарсы ұрыс жүргізіп жатты. 3-ші Райкагенің әлсіз жерлерін білу үшін ол Гёкиден көмек сұрады. Сәл кейінірек Би Блу Бимен кездесіп, екеуі жекпе-жек өткізді. Блу Би жайлы филлер серияларда оның өлімінің артында Арачимару тұрғандығы жайлы айтылады. Яғни аниме авторлары Арачимаруды сюжетке өте жақсы кіріктіре алған. Артынан Бидің Джинчурики болғанына қарамастан, өзіне дос, бауыр тапқанына қатты қуанған Блу Би өз әлеміне қайта оралды. Шайқасты сәтті аяқтаған Би Нарутоны қуып жетіп, олар енді Тоби және оның Пейн Рикудосымен шайқасқа түсті. Ұзақ серияларға созылған шайқаста барлығы болды. Қайта тірілген Джинчурикилер, Гедомазу күші, басқа биджулар, Какаши және Гай, Тобидің бетпердесінің сынуы және Обитоның тірі болып шығуы. Яғни осы шайқаста біз өте көп анимені және манганы алға жылжытқан жаңа ақпараттарды ала алдық. Обитоның сыры ашылып, оны жеңудің жолдары ашылып келе жатқан сәтте шынайы Учиха Мадара Обитоға көмекке келіп, барлығын жаңадан бастауға тура келді. Обито өзіне Какаши мен Гайды алса, Мадара Наруто мен Биді өз қолына алды. Би мен Наруто қанша тырысса да, Мадара олар үшін тым мықты болып шықты. Ал олар Гедомазуның көзін жойдық деп ойлаған уақытта Джуби дүниеге келді. Нарутоларға көмекке шинобилер альянсы келеді және олар Джубиға қарсы біріккен нинджутсулар арқылы күресе бастады. Артынан шайқас алаңына қайта тірілген Хакагелермен бірге Саске де келді. Сәл кейінірек Бескаге, Арачимару, Сугетсу және Карин да соғысқа қосылды. Бүкіл альянс жабылып, ұзаққа созылған ұрыс барысында олар Обитодан басқа биджуларды тартып алды. Дегенмен, Мадара биджуларды бірінен соң бірін өзіне қайтарып, енді ол өзі Джуби Джинчурикиіне айналды. Орасан зор күшті иемденген ол мәңгілік Цукуйомиді іске қосты. Мен 4-ші әлемдік шинобилер соғысына толық тоқталып жатқан жоқпын. Себебі біріншіден бұл Киллер Би өмір жайлы видео. Екіншіден, егер соғысқа толық тоқталсам, онда видео тым ұзақ болып кетуі мүмкін. Өтіріктен құралған иллюзиялар әлемінде Би басқа Джинчурикилер қашқын, ал биджулар Чиби кейпіне енген әлемді көріп, сол әлемде Би басқа Джинчурикилерді бір топқа қосу үшін күрес жүргізді. Ал Мадараның денесін Кагуя басып алып, Наруто мен Саске оны тоқтатқан соң, Би басқалар секілді Муген Цукуйоми шырмауынан босап шықты. Артынан Би Шиппуденнің соңғы серияларында көрсетілді және Нарутоның 8-ші фильмінде ол үлкен рөлге ие болды. Одан бөлек ол 10-ші фильмде де көрсетілгенін айта кетейін, және басқа шинобилер секілді ол басқа кейіпкерлердің флешбектерінде, филлер серияларда көптеп көрсетіліп, Баруто анимесінде өз өмірін жалғастырды. Киллер Бидің өмірін айттым, енді оның күші мен қабілеттеріне тоқталайын. Би үлкен күшке ие шиноби, кезінде оның талантын Минатоның өзі мойындап, Би Така тобын өзі жалғыз тоқтатқан. Уақыт өте келе Би күш жағынан ағасы Эйді басып озды және жылдамдық жағынан анимеде ол Итачи, Нагато және Курамамоттағы Нарутомен теңесті. Одан бөлек ол екі биджуды тоқтатуға қауқарлы болды және Кисамемен тең дәрежеде шайқасты. Бала күнінде Би
екеуіне арналған тапсырмаларды өзі жалғыз барып орындап келетін, ал оның биджуінің күшін толық игергеніне байланысты адамдар оны идеалды джинчурики деп атай бастаған. Ол Гюкидің чакрасын генжутсулардан шығып кету үшін пайдалана алады, және ол 3 түрлі биджу модтарын қолдана алады. Ең соңғы әрі күшті күйінде ол биджу дамаларды және алып торнадоны жасай алады. Оған қоса ол биджудың кесіліп қалған құйрықтарын қалпына келтіре алады, немесе өзі кесілген құйрықтың ішіне тығыла алады және кесілген құйрықты чакра ретінде өз мүддесі үшін пайдалана алады. Бір қызығы, бидің 8 құйрықты биджуы бұқа 8 аяқ болып табылады, яғни оның 8 құйрығы оның 8 аяғы болып есептеледі. Сіздер мені дұрыс түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және бидің қылыш стилі ең алғашында 2 қылыштан тұрса, артынан ол оны 7 қылышқа дейін жеткізіп, ең соңынан Гюки чакрасы арқылы 8-ші қылышты қосты, яғни 8 құйрықты ол 8 аяқ, және бидің қылыш стилі 8 қылыштан тұрады. Бұл Кишимото ойластырған ең мықты панчлайндардың бірі десем артық айтқаным емес. Одан бөлек биджуға жартылай айнала алады. Мысалы, ол бірнеше және кейде тіпті 8 құйрықты адам күйінде де қолдана береді, және ол аузынан сия шығарып, сиядан кондор жасап, сия арқылы қарсыластардың көзіне зақым келтіре алады. Оның чакрасы да орасан зор және ерекше. Бидің чакрасы үшін Самихады Кисамыны тастап кеткен болатын, ал өз шыдамдылық арқылы би 1 тәулік бойы толыққанды биджу модында шайқаса алады. Қылыш стилінен бөлек би рестлинг элементтерін бойына жинаған өз тайджутсуына да ие. Оған қоса ол найзағай чакрасын әртүрлі нәрселерден және тіпті кәдімгі қаламнан да өткізе алады. Жалпы Киллер Би өте танымал және өзіндік стилі бар шиноби. Ол басқалардан өте қатты ерекшеленеді. Оның күші ол көрсетілген сәтте өте көп болып көрінгенімен, аниме мен мангадағы күш деңгейінің тым жоғары өсуі оны орташа кейіпкерлер қатарына қосты. Бірақ сонда да оны күшейтудің қажеті жоқ, себебі би алдыңғы қатардағы кейіпкер емес, және оның қазіргі күш деңгейі оған өте сай келіп тұр. Ал егер сен Учиха Мадара өмірі жайлы көбірек білгің келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңа көп рахмет, сау болыңыздар.